Қуат Әбілов пен Қуаныш Кеңес Шүкірде атты тырнақалды туындылармен барлығын тамсандырып бірден гастрольдік сапарға шықты. Жақсы, халық жақсы қабылдады ол бейнебаянды, және де халықтың ықыласына бөлендік. Сонымен қатар осы Шүкірде деген тақырыппенен батыс өңіріне, Ақтөбе, Орал, сол өңірлерге ән сапармен барып қайтқан болатынбыз. Көбісі Қуат пен Қуанышты дуэт деп шатасып айтып жатады. Жоба болғанмен негізі екеуі де жеке әнші. Қуаныш екеуіміз Мейрам Жалғасбаев деген кісінің жобасымыз. Сондықтан біздер жеке-жеке де айтамыз, дуэт болып та айтамыз. Сондықтан бірінші әніміз мысалы Шүкірде дуэт болды ма, одан кейін осы жеке қазір Қуаныш жаңа бейнебаян, жаңа ән шығарған болатын, өзіне жеке соған жаңа бейнебаян түсірген болатын. Ән емес әзіл күтетіндерді Кеңес бұл жолы да таң қалдырды. Ата сізге келдім деп аталады, өзімнің әніме жазылған, Ботагөз Бексары деген тамаша ақын қызымыздың сөзіне жазылған ән болатын. Сол әнді осы жақында бейнебаян түсірдік. Тамаша шықты. Осы Алматы қаласында түсірдік. Одан кейін бұл ән негізі бұрын шыққан, бірақ клипі жоқ болды. 1 жылда, 2 жылда жүрді. Одан кейін халықтың сұранысы бойынша клипке түсірмейсіздер бе, клип керек еді, клипі бар ма дегеннен кейін сұраныс бойынша осы клипті түсірдік. Жақсы шықты, жаман емес. Бейнебаянның ортасында Қуаныш әйнекті сындырды, алайда ол оңайға соқпады. Ол әйнекті кәдімгідей сындыра алмай біразға дейін жүрдік, өшім айнасында. Мен клип түсіретін кезде бүкіл оператор, бүкіл режиссер, актердің барлығы біраз жерде, алыс жерде отырды. Тек өзім қалып қойдым, олар білмеймін, бізге бірден оқып бат деп алыс жаққа отырды. Білмеймін, маған ештеңе болмайтын клиптің кезінде. Бірақ енді сындырдық әйнекті. Енді серілер алға жоспарлар қоюда. Алдағы уақытта мен жеке әнім жазсам, ендігі кезекте Қуаттың жеке әндері бар. Одан кейін ары қарай біздің екеуміздің тағы қосылып айтатын дуэттеріміз бар. Бұйырса тағы да бір бейнебаяндар Алла қаласа жоспарлап отырық. Ендеше біз қос әншіге де шығармашылық табыс тілейміз. Ал сіз Қуаныш Кеңестің Сізге келдім туындысын әлі де тамашалап үлгермесеңіз, арнамыздан немесе ресми Тойдуман YouTube каналынан таба аласыздар.